Имам Шафиғи, Алла оны рахымына алсын. Сенің имандылық жолында досың болса, оған мақтап жармас. Өйткені ондай жолдас табу қиын, жоғалту оңай деп айтқан. Шынайы достық пен бауырмашылдықтың жемістері қаншалықты маңызды, соған тоқталайық. Біріншіден, Алла тағаланың махаббаты нәсіп болады. Құдси хадисте кімде-кім менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көрсе, мәжілістес, яғни бір отырыста болса, бір-біріне зиярат жасаса, бір-біріне жәрдемдессе, менің махаббатым оған нәсіп болады делінген. Екіншіден, Алланың құрметіне ие болады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисінде кімде-кім біреуді Алланың разылығы үшін жақсы көрсе, дәрежесін көтереді деген. Үшіншіден, Алланың аршысының көлеңкесінде болады. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала қиямет күні былай деп айтады: менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көргендерге бүгін ешкімге көлеңке нәсіп етпеген күні оларға көлеңке нәсіп болады деген. Төртіншіден, иманның ләззатын сезінеді. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім иманның ләззатын сезінуді қаласа, Алла разылығы үшін бір адамды жақсы көрсін деген. Сонымен қатар иманы кемел болады. Әби Умамадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Алла разылығы үшін жақсы көрсе, жек көрсе, садақа берсе, бас тартса, иманының кәмілдігінің белгісі деген екен. Және жәннатқа кіреді. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иман келтірмейінше жәннатқа кірмейсіңдер, және бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше толық иман келтірмейсіңдер. Бір-бірлеріңді жақсы көруге апарар жолды көрсетейін бе, араларыңда сәлемді жайыңдар деген екен. Шұғара сүресінің 83-ші аятында: о Раббым, маған даналық, парасат бағыштап, мені жақсылар қатарына қоса көр деп дұға тіледі. Уа Алла тағала, бізді мұсылман күйімізде жанымызды ал, мұсылман күйімізде тірілт, салихалы жандармен бірге болуымызды нәсіп ет, күнәға батқандардан, бүлікшілерден қашы ет деп дұға етеміз. Әмин. Тақырып пайдалы болса каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.